мейді. Мақал. Құдай атқан оңалар, аруақ атқан оңалмас. Мақал. Кітаптың орысша аудармасындағы «Духовный мир» бұл жерде рухани әлем деп емес, аруақтар әлемі деп аударылғанын оң деп санаймыз. Тағы бір қалыптастыруға тиісті ұғым астрал және ментал дүниесінің қазақша айтылуы біздіңше аруақтар дүниесі, аруақтар әлемі болса құба-құп. Қазақ дамуы кемел емес, түбі жойылуға тиісті материалды нәрсені дүние деп атаған және оған жалған деген анықтама немесе балама атау берген. Біз аруақтар дүниесі дегенде физикалық дүниеден жоғары, ментал әлемінен төмен астралды тұлғалар өмір сүретін ортаңғы дүниені тұспалдаймыз. Ал аруақтар әлемінде өмір сүретін жанның, аруақтың мүмкіндігі шексіз. Ол физикалық және астрал денеден босап, ментал денеде қалғандықтан кез келген формаға ене алады. Аруақтар әлемінің дамыған жандары төмендегі тіршілік иелерін қолдап, қорғап, желеп-жебеуге де қабілетті. Қазақ батырларының бәрін дерлік аруақ қолдаған. Мысалы, Райымбек батырға аруақ бура боп көрінсе, Абылай ханды жолбарыс боп желеп-жебейді екен. Науша батырды жылан боп қолдаса, Исатай батыр ұйықтағанда қойнына қабан боп күркіреп кіріп жатады екен. Аруақ тастап кеткен батырдың көп кешікпей жаудан жеңілетіні немесе қазаға ұшырайтыны да тарихтан белгілі. Мысалы, Абылай соңғы жорығына шығарда жолбарысы шақырғанда қайырылмай күн астына қарай жорта жөнелгені туралы аңыз бар. Бұрын әр жеңісті жорыққа шығар алдында көзіне көрініп, алға түсіп жол бастайды екен. Адайдың соңғы батырларының бірі Рокиннің зеңбірек винтовка кезенген қарулы жазалаушы жасағына жалаң найзамен шауып, тас-талқан қылып жеңген аруақты Досан батыр. Өз-өзіне берген сертін орындамай қате іс қылғанда аруағы өкпелеп, «Ер Досан, серттен сен тайсаң, мен де тайдым» деп, алып самұрық құс боп күншығысқа қарай ұшып кеткені айтылады. Осыдан соң кезінде бір отряд ала алмаған Досан батыр екі солдат келгенде қайрат көрсете алмай тұтқын боп кете барған. Аруақ тек батырларды емес, сынықшы емшілерді, ақын-жырауларды ұстап